Внимание. Работаем. Внимание, работаем. Деген сөздер режиссер мамандарына тәуелді екені айдан абзал. Соңғы 10 жылда бұл салаға деген қызығушылық пен сұраныс жылдан жылға қазақ азаматтарына артуында. Яғни режиссер мамандары тек өнер жағын бағындырып қоймай, сонымен қатар ғылым жағында бағындырмақшы. Бұл Хабар 24 арнасының режиссерлік аппаратхана бөлмесі. Еліміздегі тәулік бойы хабар таратып отыратын Хабар 24 арнасында өз ісінің нағыз білікті режиссер мамандары жұмыс жасайды. Бас арнамыздың басқа арналардан ерекшелігі заманауи талаптарға сай шетелдік техника құралдарымен жабдықталуында. Солардың қатарында жаста болса қазақ медиа саласында өзіндік орны бар маман және де көптеген жобалардың авторы Әсет Сарғұлов. В моем понимании это было так, будто бы ты воспитатель в детском саду. Менің түсінуімше, режиссер ол балабақшадағы тәрбиеші. Ал түсіру алаңында жұмыс істейтін қызметкерлер сенің балаларың. Яғни, тәрбиеші ретінде сен барлығын бақылайсың, қадағалайсың. Бірақ бұның бәрін бақыламастан бұрын алдымен жоспарланған материалды қағаз жүзінде дайындайсың. Түрлі департаменттермен келіссөздер жүргізесің. Ал одан кейін дауыс, декорация, студия жұмыстар басталады. Оларды басқару міндетің. Тәулік бойы жұмыс істейтін арналарда тікелей эфирлер, арнайы репортаждар, 100-ден аса жобалар мен бағдарламалар даярлайды. Соған сәйкес режиссер мамандарының түрлі әдіс-тәсілдері қолданылады. Мәселен, Астана телеарнасында орыс режиссері Станиславкидің әдіс-тәсілдеріне жүгінеді екен. Яғни ол түсіру алаң кезіндегі қарым-қатынас пен сезім. Ал Хабар 24 арнасында Конкретных таких правил нет, именно там, условно говоря, типа, Нақты бір сүйенетін қағида жоқ. Өзімнің күнделікті қолданатын әдіс-тәсілдерімен жұмыс істеймін. Бірақ бастапқыда жұмыс істегенде нақты бір ережелерге сүйенесің. Уақыт өте келе өзіңе ыңғайлы әдістермен жұмыс істейсің. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне дегендей, әр арнаның өзіндік жүгінетін әдіс тәсілдері болады екен. Ал қайнаған істің ортасында жүретін Хабар 24 арнасының басты ерекшелігі техникалық әлеуеттік зорында. 21 ғасыр роботтар заманы демекші, студиядағы оператор мен жарық қоюшының жұмысын роботтар қолға алады екен. Хабар 24 это новостной телеканал. Хабар 24 жаңалықтар топтамасын ұсынатын арна. Бірінші ерекшелігі ол студиядағы жұмыстар. Нақтырақ айтқанда барлық қызметті роботтар атқарады. Бұл модернизация 2017 жылы келді. Бір пульт арқылы жарық қоюшының, оператордың, титрдің, LD экранмен графикаларды басқара аласың. Ал бұның барлығын басқаратындар режиссер мамандар. Көрерменге 100% отандық туындыларды ұсынатын арнада түрлі саладағы бағдарламалар эфир тізгіндерінен өтеді. Ал олардың барлығында басқаратын бір құрал роботтар. Гүлзада Абылқайыр, Дулат Неспек, арнайы Евразия ұлттық университеті үшін.